Атты қайда апарасыңдар? Балам, сәбидің ұйқысын, халқымның күлкісін бұзбас үшін ақбозды көзі түскен көршімізге беруге тура келді. Ел аман, жұрт тыныш болса, сенің де өз мінер пырағың туар. Әке! Осында күтіңдер! Жер асты маған тарлық етті. Тұрсам басым дейді, көсілсем тізем дейді. Жер асты патшалығы атынан бұйырамын. Маған Қаптауының астындағы еліңе керексіз. Қылт еткен қылтанақ шықпайтын пұшпақтай ғана шөлді бер. Бір керегіме жаратайын. Меніңше, бұл жер ешкімге керек емес. Қаңбақ кезген жатқан комедиян ғой. Бере салайық. Айшылық жерді алт аттап басатын ғұндардың кие құты болған пырағымды сұрады. Бердім. Ол менің меншігім. Ал бұл буынсыз жерге пышақ ұрған орынсыз өтініш. Бұл өтініш емес, бұйрық. Бергенді қолынан, бермегенді жолынан алады. Адам түгіл, шын шайтан қауқарсыз бұған. Өз еркіңмен ақ мойныңды сынып, тізеңді бүгерсің. Осымен сөз бітті. Көрсетім сендерге. Балам, ұлтарақтай болса да жерің, ат төбеліндей болса да елің қымбат. Ел мен жер егіз ұғым. Туған жердің әр тасы біздің алтын тағымыз. Батырлар мен билер шақырылсын. Жарлық, соғысқа қамданыңдар.